Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін толық көру үшін менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Котлеттерімізді дайындауға кірісеміз. Ең алдымен пиязды орташа көлемде турап аламын. Сарымсақты турап саламыз. Яғни барлық қажетті ингредиенттерімізді алдын ала осылай орташа көлемде турап, барлығын бір ыдысқа саламыз. Сәбізді де дәл солай турап шығамын. Бауырды сыртындағы пленкасынан жақсылап тазартып алып, осындай қажетті емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Бауырды орташа көлемде дәл осылай турап аламыз. Яғни бізге барлығын жақсылап езіп алу үшін, оңай болу үшін, осылай барлығын жақсылап алдын ала турап бір ыдысқа саламыз. Мінекей барлығын турап алдық. Енді үстіне 2 жұмыртқа саламын. Егер сіздер ет тартқыштан өткізетін болсаңыздар, жұмыртқаны артынан салсаңыздар болады. Мен блендердің көмегімен жақсылап езіп, майдалап шығамын. Мінекей барлығын бір келкі етіп езіп алдым. 1 кесе сүт құямын. ұн саламын. Және де 1 шай қасық тұз салып, және тағы блендермен жақсылап езіп аламын. Өте қарапайым және тез дайындалады, әрі өте дәмді болып шығады. Мінекей барлығын бір келкі етіп дайындап алдық. Табамызға майымызды құйып, осылай барлығын шетінен жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей осылай ақыр нотта барлығын 2 жағында аударып, жақсылап қуырып аламыз. Өте дәмді котлеттер шығады бізде достар. Сіздерде жасап, дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Мінекей достар, біздің котлеттеріміз оңай дайын болды. Сіздерде жасап, дайындап көріңіздер. Ас болсын.